Достар, сіздерге сұрақ. Клиенттер неге сіздерден сатып алмайды? Осы жерде жауабын мен сіздерге былай түсіндіргім келеді. Сізге керекті бір зат бар. Мысалға, телефон. Телефонды екі магазинде сатып тұр. Бірінші магазинде сіздің танысыңыз бар, екінші магазинде сіздің танысыңыз жоқ. Сұрақ. Телефонды сіз қай магазинде сатып алу мүмкіндігіңіз көп? Әрине сіздің танысыңыздан. Неге? Себебі сіз өзіңіздің танысыңыз туралы ақпарат білесіз, сіз оған сенесіз, және де сіз онымен қарым-қатынас жасайсыз. Екінші сұрақ. Сіз бір қызбен танысасадыңыз, немесе жігітпен таныстыңыз. Бүгін таныстыңыз, дәл қазір. 4 минут өтті. 4 минуттан кейін бір-біріңіздің атыңызды білгеннен кейін давайте үйленейік, немесе давайте жүрейік деп айтасыз ба? Айтпайсыз ғой. Неге? Себебі ол сіз туралы ақпарат білмейді, сіз ол туралы ақпараттар білмейсіз. Сіз бір-бірлеріңізге сенбейсіз. Сенбегеннің салдарынан сіз бір-бірлеріңізге ондай ұсыныс айтуға әлі мүмкін емес, әлі ерте, әлі дұрыс емес екенін білесіз. Олай болса сұрақ, неге сізді бірінші рет көрген клиенттерге, яғни сізге өзінің номерін ғана қалдырған клиенттерге сіз бірден звондап, менен курс сатып ал, немесе менің товарымды ал, менің қызметіммен қолдан деген ұсыныс айтасыз. Өзіңіз ойлаңызшы. Қарап тұрсаңыз, ол адам сіз туралы ешқандай ақпарат білмейді. Осы кезде сізге көмектесетін ол автоматтандырылған сатылым жүйесі, яғни автоворонканың көмегі. Автоворонка арқылы сіз автоматты түрде кез келген клиентпен, яғни кез келген дегенде бұл жерде керекті клиентпен сегментке бөлу арқылы, керекті клиентпен керекті хабарламалар, керекті ақпараттар жіберу арқылы дұрыс байланыс жасағаннан кейін ғана оған өзіңіздің ұсынысыңызды айту, яғни менен бір нәрсені сатып ал деген сияқты. Бұл жерде керекті клиент дегеніміз не? Жаңа танысқан қызыңызға, қыздарға керекті подход жасайтын болсаңыз, сіз жаңа танысқан мұғалімге дұрыс подходтарды жасайсыз, дұрыс па? Яғни сабағыңызды ерте тапсыру, онымен уақытылы үй жұмысын орындау, және тағы басқа. Ал мына жақта керісінше кездесуге шақыру тағы басқа. Және осы сегментке бөлу арқылы клиенттермен дұрыс жұмыс жасау, бұның барлығы автоматтандырылған сатылым жүйесінде толығымен жасауға болады. Бұл сіздің клиенттеріңізді көбейтеді, сізге деген сенімділікті арттырады, және де сатылым сандарын көбейтеді. Неге қолданбай жүрсіздер?